Сәлем достар, бүгін сіздерге ең дәмді пирожки рецептісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Қамырдың жасалу жолын жоғарыдағы ссылканы басып, бауырсаққа арналған видеодан көре аласыз. Картоп пюресін жоғарыдағы ссылканы басып, котлет дайындау әдісінен көре аласыз. Видеода көрсетілгендей қамырды қолымызбен жазып, кішкентай бөлшектерге кесеміз. Әр жазылған шеңберге картоп салып түйеміз. Әзірлеу барысында пирожкимізді сүлгімен жауып қоямыз. Қызып тұрған майға екі жағынан қуырып аламыз. Жып-жұмсақ дәмді пирожкиміз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.